балам жарық күнде сөйле қуған, алуға күнді бары белді буған. Жұлдыз болып көрмеймін елдің бетін, болмасам толған айдай балқып туған. Сұлтан Махмұт Торайғыров қазақ поэзиясы мен прозасын жаңа сатыға көтеріп, жаңа жанрлар тудырған қаламгер. Ақын өмірдегі басты мақсат өнер білімге үйрену, халыққа пайдалы болу деген өршіл ойын шығамын тірі болсам адам болып, өлеңдете тереңдете түседі. Шығамын тірі болсам адам болып, жүрмеймін бұл дүниеде жаман болып, жатқаным көрдетіні жақсы емес пе, жүргенше өмір сүріп надан болып. Мен балам жарық күнде сөйле қуған, алуға күнді барып белді буған. Жұлдыз болып көрмеймін елдің бетін, болмасам толған айдай балқып туған. Ақын халықты қараңғылықтан құтқарудың жолы оқу білім деп түсінеді. Сондықтан да оқу білімнің маңыздылығы мен қажеттілігі ақын өлеңдерінің ой қазығына айналады. Шәкірт ойы: қараңғы қазақ көгіне өрмелеп шығып күн болам. Қараңғылықтың кегіне күн болмағанда кім болам? Мұздаған елдің жүрегін жылтыға мен кірермін. Еңбек, бейнет тарауы рақатқа сарқылар. Қыздырып күннің қарауы надандық теңізі тартылар. Орны отайып көгерер, қызығын жайлап ел көрер. Тұрмыс тағдыр бірде, бұл мақсаттар бұрамас. Қаһарман, Рүстем, әлі де бұрам деп жолда тұрамас. Сынаған жардың күлісі алдандырмас бірісі. Бүгінгідей қарыштап дамыған уақытта жастардың білімді, сауатты болу аса маңызды. Ел болашағы біздің қолымызда. Сондықтан да білімге, оқуға ұмтылайық.